Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бір апта бұрын Қытайға барамыз ба? Жоқ. Осында қалып мал жалғастырамыз ба дегенбіз. Көпшіліктің қалауымен, сұрауымен, айтуымен бұйыртса қораны аренда қалып жасап даярлап қойдық. Демек сіздердің тілдеріңізді алдық. Ендігі бөлісетін алдағы жоспарым, Алла қаласа, мен намазға келген біраз уақыт болды. Менің 18.000 оқырманым бар екен. TikTok пен YouTube'ты қосқанда 18.000 оқырманым ішінде дінге қатысты кісілер болса, WhatsApp группада дін, яғни жеке өзімізді тазалау, жүрегімізді тазалау, ойымызды тазалау үшін сол жағынан білім алғым келеді. Маған жазылыңыздар және таратыңыздар. Екінші, мен TikTok, YouTube жүргізем және алда Каспий магазин ашып, Каспий рет, Каспий арқылы ет сатпақшымыз мысалға. Сол үшін бізге заманауи технологияларды пайдалана білетін, TikTok, YouTube жүргізе алатын жастар, яғни IT саласының мамандары дейміз ба, хабар бар кісілер маған тағы да хабарласын, бірігіп жұмыс жасаймыз. Үшінші, мен спорттан хабарым бар. Универ бітіргем, жақсы жүгірем, 400 метрдің чемпионымын. Фитнес залдарда оқып жүргенде тренер болғам дейміз ба. Енді соларды бастаймыз. Бұйыртса Алла қаласа бастамақпыз. Спорт алдымен жанымызды, тәнімізді тазалаймыз. Соның үшін тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген уәдем бар. Соның үшін бірінші менің жаным таза болуым керек та. Жаным таза болып, таза заттар халқыма, қазағыма беруім керек. Екінші, мен таза зат беру үшін өзім жеке денсаулығым, мығым, ойым таза болса екен, мен сіздермен жұмыс жасай аламын деген оймен спорт жағын фитнес клубқа жазылмақшымын. Соның үшін жаңағы маған IT саласының мамандары, намаздағы кісілер, яғни діннен хабары бар кісілер хабарласыңыздар, сосын сауда саласындағы кісілер қатысыңыздар. Сосын жақын арада бұйыртса біз атқөрімшіктер бір орын тауып, кезігіп, отырып, ақылдасып, атқөрім туралы отырыс, талқы жасамақпыз. Соған қатысты кісілер болса да хабарласыңыздар. Демек біз өз-өзімізді жан-жақты дамытпақшымыз. Сіздерден сұрайын дегенім, мен жаңағы айтқан IT саласы болмаса жаңағы Каспий магазин туралы, Каспийден зат сату туралы, интернет саудасынан хабары бар кісілер. Сосын дін, намаздағы кісілер дейміз ба, қалай айтамыз, діни білімдері күшті кісілер. Сосын өзін әулеттендіру үшін спортпен айналысатын, яғни жанын тазартып болғаннан кейін тәні, дене сымбатын шығарғысы келетін кісілер, фитнеске жазып жүрген кісілер хабарласыңыздар. Мен бұйырса жуық арада фитнеске барам және жаным тазарту үшін мешітке барам, тәнімді реттеу үшін фитнеске барам және халыққа жұмыс жасау үшін аздап ағылшын тілі, орыс тілі соларды үйренгім келеді. Бұйыртса мен Аллаға шүкір, Алланың қалауымен үйлі болдым, қоралы болдым, үйімді әдемі, ретті, сондай жақсы. Алған Құранды да сондай жақсылап қойдым. Енді мен тек қана жұмыс жасап, өзімнің бойымдағы барымды сарқа жұмсауым керек. Себебі уақыт күтіп тұрмайды. Өткен жастығымды, күш қуатымды қайтарып әкеле алмайтын, уақыт артқа шегіндіре алмайтынымыз анық. Бірақ қолда барда, деніміздің сауында, денсаулықтың барында, ақыл есіміздің дұрысында, осындай кезде біз ұйымдасайық дегенбіз. Алла қаласа, мен деген сөз жаман дейді. Біз бұйырса ең алды болып жуық арада атқөрімшіктер, яғни бордақмен айналысатын, мал борлаумен айналысатын кісілер ұйымдасамыз. Орны барлығы егер сәтті болып жатса, солардан тікелей эфирде ұйымдасқан тікелей эфирге шығарам. И болмаса сол жердегі мамандардың сөйлеген сөздерін қиып TikTokқа, YouTube'ге салып отыратын болам. Сондай болмаса жаңағы бас қосуымызды тікелей эфирде тарататын болам. Телефон 87-680-60-66. Маған жаңағы өзін дамытқысы келген кісілер жекеме жазылыңыздар. Бір-бірімізді табайық, жан-жаққа таратайық, тоқтамай таратайық.